тамақ өнімдерін өндіру бағытында әлеует өте жоғары. Біз әлі күнге дейін өз нарығымызды толығымен қамтамасыз ете алмай жүрміз, сондықтан мүмкіндіктер бар. Мысалы, мен кеше Астанадағы Тәп-тәтті компаниясына бардым. Кішігірім кондитерлік цехтан бастап, осы 4-5 жылдың ішінде кәдімгідей үлкен зауыт салынды. 1,5 мың адам жұмыс істеп жатыр. Қазір мына сыртқы нарықтарға да шығу жоспарлары бар. Күніне 20 тонна өнім өндіріледі. Қазір өздерінің жоспарлары бар, 50, сосын 100 тоннаға дейін жеткізу деп жоспарлап жатыр компания иелері. Осындай кәсіпкерлерді қолдауымыз керек. Дұрыс көрсетуіміз керек, насихаттауымыз керек. Кәсіпкерлікпен айналысу ол әрине кез келген адамның қолынан келе бермейтін дүние. Бірақ осындай таланты бар адамдарды барынша қолдауымыз керек. Осындай кәсіпкерлер ол әрбір мемлекеттің негізгі тірегі.